машты жақсылап тазартып, жуып, осындай суға салып қоямыз. Осы суда ол 1 күн тұру керек. 12 сағат тұрып, ертең алып, жуып, қайттан бір күнге қойып қоямыз. Осыны жауып, бетін қараңғы жерге, салқын жерге қойып қойыңыздар. Ашып қараймыз. Бізді уже дайын екен, ашылып тұр. Дайын. Алдында мен қыста істегенде бұлай болмаған. Жазда кішкене ыстықта видимо ашылған ғой. Уже ашылып, өсіп жатыр, аяқтары шығып, неге көрінсір ма? Осыны салқын сумен жуып, енді сусыз қоямыз 1 күнге тағы да. Тағы да одан ары қарай өсу керек. Так, бізге мынандай сито керек болады. Осы арқылы жуамыз. Су құйған кезде мына жасыл нелері артық бетіне шығады. Осыларды біз мусорға тастаймыз. Жасылдары бізге керек емес. Қабықтарын алып тастаймыз, короче. Енді алынғанша аламыз, алынбаған тұрады. Енді біз алып осыны сусыз қалдыруымыз керек. Bir күнге сусыз болып тұру керек. Тағы да қабықтардан алынбағандары ашылып керек. Осыны 1 күнге қоямыз. Қабықтар тұрса, алып тастаймыз астындағылар. 1 күнге қояйық тағы. Так, бүгін ашып қараймыз. 1 күн тұрғанда тағы да қабыршақтары алыныпты. Осыларды қазір тағы да салқын суға жуып. Көрдіңіздер ме? Ашылып уже нелері өсіп жатыр, аяқтары ма? Аяқтары өсіп жатыр екен. Бүгін тағы жуып, салқын жерге тағы қойып қоямыз 1 күнге. 3 күн тұру керек бізде. Салқын су құйып жатырмыз. Салқын суды құйған кезінде нелері бетіне шығады өзінің. Араластырып жіберейік. Қабыршақтары бетіне автоматически шығып кетеді. Соны біз алып тастаймыз. Алынғанша алып тастаймыз. Соны ағызып, құрғатып, тағы 1 күнге қоямыз осыны. Бетін жауып, қараңғы жерге тағы 1 күнге қоямыз. Ертең тағы да бұл ұзарып өсу керек. Қыздар, мінекей біздің машымыз уже дайын. Алып салатқа пайдалансаңыздар болады, немесе осылай да жесеңіздер болады. Салаттың да рецептін мен ютубқа салатын боламын. Тағы өсіргілерді келсе, одан да ұзын қылдырып сәл. Оны тағы 1 күнге қоюға болады жуып, салқын сумен. Нам как жуып жетәсің?